Hayırlı gün, hürmetli ustazlar, kadırlı konaklar. Bugünkü bizden ana tilim ardakta attı merikelik yeteğimizge hoş geldinizler. Sizler de Қазақстан Республикасы халықтарының тілдер берекесімен шын жүрекпен құттықтаймыз. Қазақ тілім, өз тілім, ана тілім, Абай Мұхтар сөйлеген дана тілім. Қастерлейді ұл қызың мәңгі сені, болашағым, бақытым, дара тілім дей отыра бүгінгі ертеңгілігімізді бақшамыздың мектеп алды даярлық орыс ромашка тобының бүлдіршіндермен ашық деп жариялаймыз. Айды шалқар өлім бар, адамдағы ақ пейіл, қазақ деген елім бар, қазақ асыл тегім бар, батырым мен бегім бар, біз тәуелсіз елміз, болашақтан сенім бар.
қалай? Жақсы. Бәрекелді. Балалар, білесіңдер ме? Біз бүгін сендермен үлкен мерекені тойлағалы жатырмыз. Бүгін тілдер мерекесі. Демек, балалар, біз бүгін сендермен тіл жайлы әңгіме айтатын боламыз. Балалар, айтыңдаршы, осы тіл деген сөздің мағынасын кім қалай түсінеді? Кәнекей? Ойлап көрейікші кәні. Айта қой, Әлішер? Тіл сөйлеу үшін керек. Дұрыс. Тіл бізге сөйлеу үшін керек, тағы не үшін керек? Кәні кім айтады? Айта қой да білер? Тіл бізге не үшін керек, балалар? Әрине. Сыйластық үшін керек. Дұрыс. Тіл бізге сыйластық үшін керек екен, балалар, иә? Демек, біз балалар сендермен тіл арқылы араласамыз, тіл арқылы біз сыйласамыз, қарым-қатынас жасаймыз, иә? Демек, тіл қатынас құралы. Ана тілі, балалар, әрбір адам баласына ананың ақ сүтімен енеді екен. Демек, әр қайсымыздың өзіміздің ана тіліміз болады. Біз анамызды қалай жақсы көрсек, анамызды қалай құрметтесек, тілімізге солай құрметтеуіміз керек, балалар. Біздің елімізде көптеген өзге ұлт өкілдері тұрады, балалар, иә? Олардың әрқайсының өзінің тілі, мәдениеті, тарихы болады екен. Сондықтан өз тілімізде сөйлеп, өз тілімізді құрметтеп, және де тек қана өз тілімізді біліп қоймастан, өзге тілді де үйренгеніміз, балалар, өзімізге жақсы. Тіл білудің, білім алудың ешқашанда артығы болмайды екен, балалар. Балалар, түсінікті ме? Ал олай болса, балалар, мен сендерден қазір тіл туралы мақал-мәтел сұрағым келіп тұр. Кәнекей, кім қандай мақал-мәтел берді екен? Кім айтады? Айта қой, Маруф. Тіл өткен айзат. Тамаша, бәрекелді. Тағы да кім айтады? Айта қой, Амина Тамир. Тіл тоқтақтан алты көпірі. Жақсы. Тағы да кім айтады? Дәлек айтам дейді. Тәрбие басы тіл. Жарайсың. Абдулқадыр айтам дейді. Айта қой. Тіл нәтижесі, ел нәтижесі. Тамаша, балалар, өте керемет. Қандай мақал-мәтелдерің, қандай тамаша. Балалар, ал енді, балалар, мен сендермен бір ойын ойнағым келіп тұр. Кәнекей, балалар. Балалар, айтыңдаршы, біз сендермен қай мемлекетте тұрамыз? Қазақстан. Қазақстан Республикасының президенті кім, балалар? Қасым-Жомарт Тоқаев. Айтыңдаршы, Маруф, қандай айтыңдаршы? Қасым-Жомарт Тоқаев. Тамаша. Еліміздің қандай рәміздерін балалар? Кәнекей, кім айтады? Айта қой, Юнус. Oradan тұрамыз. Кәне айта қойшы. Ту, елтаңба, Анулар. Тамаша. Ал еліміздің бас қаласы қай қала, балалар? Астана. Біздің мемлекеттік тіл қай тіл, балалар? Қазақ тілі. Балалар, ал қазақ халқының ұлттық аспабы қай аспап екен? Кім айтады? Айта қой, Сафина. Домбыра. Домбыра, бәрекелді, балалар. Олай болса, бүгінгі мерекелік ертеңімізді осында отырған біздің мың бұралған сүйкімді қыздарымыз ортада домбыра биімен өнер көрсетеді. Апамыздың көзінде қара домбыра, атамыздың сөзін
Қастерлейді өзіңді халқың домбыра, қос перне қос ішек халқың домбыра. Жанарында ойнаған үніңе еш тоймаған қасиетті домбыра. Күмбірлеген күйіңе әрдайым мен сүйенем, қасиетті домбыра. Жанарында ойнаған үніңе еш тоймаған қасиетті домбыра. Күмбірлеген күйіңе әрдайым мен сүйенем, қасиетті домбыра. Қасиетті домбыра. Қыздар, билерің қандай тамаша, осындай көңілді бидің соңынан балдар. Мен сендермен қызықты ойын ойнағым келіп тұр. Балдар, ойын ойнаймыз ба? Ал, олай болса, ойынды ойнамас бұрын мен сендерге бір жұмбақ жасырамын. Жұмбақтың шешуін табу арқылы біз сендермен бүгін қандай ойын ойнайтынымызды анықтап білетін боламыз. Кәнекей, жұмбақты тыңдаймыз, балдар. Жұмбақты тыңдаймыз. Қабырғасы тор көз, төбесінде зор көз. Балалар, бұл жұмбақтың жауабы не болды? Не екен, балалар? Кәнекей, ойланамыз. Бұл не екен, балдар? Шаңырақ, балдар. Міне біздің бүгінгі шаңырағымыз. Балдар, қараңдаршы, қандай керемет шаңырақтар. Балдар, шаңырақты қазақ халқы өте киелі санаған. Міне, мынау сары түсті шаңырағымыз, я балдар? Мынау қандай түсті шаңырақ? Қызыл түсті шаңырағымыз. Мынау жасыл түсті шаңырағымыз екен, я? Ал, олай болса, балдар, мен сендерге қазір ойынның шартын түсіндіріп кетемін. Кәнекей, ойынға шығамыз, балдар? Ортаға шығамыз. Ойыншылар ортаға шығамыз. Балдар, қараңдаршы, мен сендерге қандай әдемі тақия дайындап келдім. Мінекей, бастарымызға тақиямыз киіп аламыз. Тақиямызды аламыз. Кәнекей, барлықтарыма керек бала тақиямыз. Ал, тағы да тақиямыз бар. Alalım. Bas kıyım şişemiz. Bas kıyım şişemiz. Bas kıyım şişemiz. Bas kıyım bir mahallesiyle. Bas kıyım şişemiz. Al, balдар. Енді ойын шартын тыңдаймыз. Міне. Біздің басымызда мына тақиямызды киіп алдық, иә? Түрлі түс тақия келді. Бер жақындаймыз. Ал енді, балдар, қазір біз сендермен ойынды бастамас бұрын осы киіз үйдің бөліктеріне сәйкес атауларını атап, оны қимылмен көрсетеміз. Содан соң бізге көңілді әуен қойылады. Әуенмен біз билеп жүреміз дағаны. Әуен тоқтаған кезде басымыздағы тақияның түсіне сәйкес әрқайсымыз өзіміздің шаңырағымызды тауып көтереміз. Түсінікті ма? Ал, олай болса, кәнекей ойын бастайықшы, кәнекей бірге. Шеңбер болып тұрайық, шаңырақты құрайық, уық болып шаншылып, ойынды біз бастайық. Ал, бізге қазір көңілді әуен қойылады. Karla çorba olmasa, sen bilirdi. Pozitif öyle bilmese, kastım sen bilirdi. Arka mekiş olmazlar, böyle şu koymazlar. Öyle yerine değilim, kovalaydı olmazlar. Al, şаңырағымыз аламыз, çıkır. Әрқайсымыз өзіміз шаңырағымыз құрамыз, кәнекей. Жақсы, тамаша. Мінекей, әрқайсымыз өзіміздің шаңырағымыз таптық, иә? Ал, шаңырақты орнына қоямыз, кәнекей. Біз сендермен балдар, бірінші айналымды өте дұрыс орындадық. Енді келеміз, кәнекей. Ал енді балалар, екінші шартымызда балдар. Қазір біз әуенмен бір-біріміздің басымыздағы тақиямызды
almastıramiz. Tushunibmi bolalar? Agit qo'yiladi. Bilindir, bilinizde şiiri, aslınızda şartlanın, kara zorla biri, Osmanlı biri, kanlarısı biri, kara zorla olmasa, Alki. Yaxshi. Shamrog'imiz topamiz. Qani tugul. Shamrog'imiz topamiz. Geçin boyasana Amina shamrog'ini topamiz. Amina, sening shamrog'ing jasur shamrog'ing tugul. Mana sening jasur qo'y. Al. Tamasha. Endi shamrog'imizni qo'yamiz yerga. Shamrog'imizni qo'yamiz yerga. Bunda kelamiz. Bunda turamiz. Sashimani yo'qamiz. Al bolalar. Qaranglarchi. Muna shamrog'ning төбесінде сендерге арналған сұрақтар бар екен балалар. Ал, онда сұраққа жауап беруге дайынбыз ба? Ал, бірінші сұрақ балалар. Кигіз үйдің қандай жабдықтарын білесіңдер дейді. Қане кім айтады бұл сұраққа? Кім жауап береді? Ал, бәрекелді Умар айта ғой. У ақтерге шабылақ. Тамаша, бәрекелді. Қане бұлар қосып алаттаймыз. Жарайсың. Екінші сұрақ. Қазақ халқының ұлттық ойындарын атап бер дейді. Кәнеки, бұл сұраққа кім жауап береді екен? Айта ғой, Сафина. Арқан тату қыз у ораматы сақты киян. Тамаша, бәрекелді. Жақсы. Үшінші сұрақ балдар. Кәнеки, қазақ халқының ұлттық аспаптарын кім атап береді дейді. Кәнеки, айта ғой, Маруф. Домба қолызды тіген. Тамаша, бәрекелді балалар. Балалар, сендер өте ақылды, өнерлі, ойыншыл бала егесіңдер. Рахмет сендерге. Ал енді орындарыңа жайғаса қойыңдар. Қандай көңілді, қызықты ойын екен балалар, иә? Тамаша, жақсы. Ал балалар, осында біздің сері жігіттеріміз өздерінің батырлар биімен ортаға өз өнерлерін көрсетеді. Кәнеки жігіттеріміз ортаға шығып өз өнерімізді көрсетеміз.
ана тілім ардағым атты мерекелік ертеңіміз осымен аяқталды. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін үлкен алғыс. Сау болыңыздар, аман болыңыздар.